Бұл қазаққа аты беймәлім тұлға. Абайға қамшы сілтенгенде үстіне құлап денесімен Абайды қамшыдан дүреден қорғаған. Абайдың үстіне небір арыз жазып, тіпті кейбірі іске аспағаны болмаса айдаттыруға баталасып жатқан шақ. Сопының бұл ісі Абайды қорғау емес, еркін ойды, азат ақылды қорғау. Алматы екі вокзалының қасынан өтіп бара жатып, ғажап күй әуенін естиді. Осылайша танысқан Нұрғиса Тілендиевті Ақаң оркестр құрамына алған, оқуға түсірген. Екінші жаһан соғысына сұранып кеткен Нұрғисаны да артынан болашағы бар деп жоғары төменгі хат жазып жүріп, алдыртып алған да Ақаң. Кейбір өнер адамдары бірін бірі сатып, тіпті бірін бірі аттырып жатқан шақта Ахмет Жұбановтың бұл ісі Нұрғисаны қорғау емес, қазақ өнерін қорғау еді. Міне бұл қас талант пен шын өнерді шығандап шыққан ұлы идеяны қорғаудың бір ғұмырға жетерлік үлгісі.